Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын етті пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Ашытқы қосылмайды, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Електен өткізілген ұнды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне тұзды саламыз. Қопсытқышты саламыз. Сонан соң тоңазытқыштағы салқын сармайды саламыз. Сармайды ұнмен араластырып отырып, барлығын үкітеміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей барлығын үгітіп дайындап алдым. Келесі кезекте жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне айранды құямыз. Ендігі кезекте қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, етті пирогымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Біз әзірге салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға тартылған етті саламыз. Ұсақтап туралған пиязды саламыз. Ұсақтап туралған картопты саламыз. Паприка саламыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Сонан соң өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштер саласыздар. Аздап су құямыз. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ендігі кезекте қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей салмамызды дайындап алдым. Енді дайын тұрған қамырды алып екіге бөлеміз. Қамырдың бір бөлігін сәл үлкендеу етіп бөліп алдым. Бұл етті пирогтың астыңғы бөлігі болады. Қамырды видеодағыдай дөңгелектеп аламыз. Келесі кезекте қамырымыздың астыңғы бөлігін жаямыз. Үстіңгі қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан ұн сеуіп отырып жаямыз. Пешке салатын формаға шақтап жайып жатырмын. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сармай жағып орналастырамыз. Қамырды формаға орналастырып алдым. Дайын тұрған салманы бір араластырып, барлығын салып шығамыз. Жан жағына жайып, тегістеп шығамыз. Етті пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Етті пирогтың салмасын қалауыңызша өзгертіп сала берсеңіздер болады. Сонан соң екінші қамырды жаямыз. Келесі кезекте пирогтың үстіңгі бетін жабамыз. Қамырдың шеттері ашылып кетпейтіндей етіп жақсылап түйіп шығамыз. Етті пирогтың арасы толықтай пісу үшін қамырдың ортасын ашамыз. Барынша әдемі дөңгелек етіп жасаймыз. Етті пирог піскен кезде әдемі көріну үшін пышақтың көмегімен жан жағынан кесіп шығамын. Бұны жасау міндетті емес. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сонан соң күнжіт себеміз. Бұл міндетті емес. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығатын етті пирогымыз дайын. Жылдам дайындалады, алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.